Мейірімді, рақымды Алланың атымен бастаймын. Барша мақтау мен мадақ бүкіл әлемнің Раббысы, бізді және әлемдерді жоқтан бар еткен Аллаға ғана лайық. Алланың ардақты елшісі, адамзаттың асылы пайғамбарлардың мөрі Мұхаммед пайғамбарымызға және оның отбасы мен ізбасарларына салауат пен сәлем болсын. Дінімізде Алла тағала бекіткен парыз амалдардан басқа қосымша құлшылықтардың атқарылу жолдары көрсетілген. Мұндай нәпіл, қосымша ғибадаттар парыздардың орнын толтыру, құлшылықты кемелдендіру, Аллаға сүйікті болу жолында қажет. Мүслимнен жеткен құдси хадисте қияметте адамдардың ең алдымен парыз намаздан сұралатындығы айтылады. Сонда Алла тағала құлым бәрінен артық біле тұра періштелерден: менің құлымның намазына қараңдар, олар кәміл ме, әлде кемшіліктері бар ма? деп сұрайды. Егер намаз кемшіліктен ада болса, толық намаз ретінде қарастырылады, ал кемшіліктері болса, Алла нәпіл ғибадаттарды сұрап, парыздардың орнын толықтыруға мүмкіндік береді. Келесі бір құдси хадисте, кімде-кім менің жақын құлыммен жауласатын болса, мен оған қарсы соғыс жариялаймын. Менің құлым оған бұйырған парыз ғибадаттарымнан артық нәрсемен жақындай алмайды. Құлым нәпіл намаздармен маған жақындыққа ие болады, ақыр соңында мен оны жақсы көремін. Мен оны жақсы көрген сәттен бастап, оның еститін құлағы, көретін көзі, ұстайтын қолы, жүретін аяғы боламын. Егер бұл құл менен бір нәрсе сұраса, мен оны міндетті түрде беремін. Егер менен пана сұраса, оны сақтаймын және жасырамын. делінген. Адамды Аллаға жақындататын нәпіл ғибадаттардың бірі дұға намазы. Бұл қандай намаз? Қандай артықшылықтары бар? Қалай оқылады? Осы секілді сауалдарға жауап іздеп көрсек, таңертең дұға намазын оқушы кешке дейінгі қиындықтардан құтылады. Әбу ат-Дарда мен Әбу Зардан жеткен құдси хадисте, адам баласы, күннің басында мен үшін 4 рәкағат намаз оқы, және мен сені сол күннің соңында құтқарамын делінген. Ғалымдардың бір тобы күннің басында деп дұға немесе таң намазының сүнеті мен парызы нұсқалады. Өйткені олар күн басында оқылады деген. Ал қатарында Тирмизи, Әбу Дәуд секілді хадис ғалымдары бар бір топ бұл намазды дұға намазы деп санап, хадисті дұға намазына арналған бөлімге қосқан. Ғалым әт-Тиби хадисті, мен сені намазыңнан кейін және кешке дейін уайымыңнан құтқарып, саған жек көрінішті болған нәрселерден қорғаймын. Күннің басында жаныңды тазарт және мен қажеттеріңді өтеумен күннің аяғында жаныңды тазартамын, деп тәпсірлеген. Дұға намазы қай уақытта оқылады? Дұға намазының уақыты күн көтерілгеннен кейін басталып, бесін намазына аз уақыт қалғанда аяқталады. Ғалымдар оны нақтырақ есептеп, күн шыққаннан кейін 15 минуттан кейін басталып, бесін намазына 10 минут қалғанда аяқталады деп белгілеген. Мүмкіндік болса, дұға намазын күн ысығанда оқыған абзал. Өйткені пайғамбарымыз тәубе етушілердің намазы түйелердің балалары күнге қыздырына бастаған уақытта, деп айтқан болатын. Дұға намазы қанша рәкағат оқылады? Дұға намазы қосымша құлшылық болғандықтан мұсылманның ниетіне қарай 2 рәкағаттан 12 рәкағатқа дейін оқылады, және 2 рәкағаттан бөліп оқыған дұрыс. Өйткені Әбу Хурайрадан жеткен хадисте Алла елшісінің 2 рәкағат дұғаны тастамауды өсиет еткен айтылса, Айша анамыздан жеткен хадисте пайғамбардың күн сайын 4 рәкағат оқығандығы және қалауынша қосқандығы баяндалған. Сахабаларға өсиет етілген намаз. Айша анамыз айтады, Алла елшісі 4 рәкағат дұға намазын оқитын, және Алла қалағанша қосатын. Ғалымдар бұл намазды Алла елшісі оқыған және сахабаларын бағыттаған деген екен. Дұға намазы әр буынның садақасын алмастырады. Алла елшісі, күн шыққан әрбір күні әрқайсысың денелерінде неше буын болса, сонша садақа беруге тиістісіңдер. Әрбір айтылған субханаллах садақа және әлхамдулиллах садақа. Әрбір айтылған ла илаха илляллах садақа және әрбір айтылған Аллаху әкбар садақа. Жақсылыққа шақыру садақа, жамандықтан тыюда садақа, бірақ осының бәрін таңертеңгілік оқылған 2 бас нәпіл намаз дұға ауыстыра алады деген. Сүйікті достың мұрасы. Сахаба Әбу Хурайра, менің сүйікті досым, пайғамбар, менен айына 3 күн ораза ұстауды, таңертең 2 рәкағат таңертеңгілік дұға намазын орындауды
және ұйықтар алдында үтір намазын орындауды талап етті деген. Ал Әбу Аттарда менің сүйікті пайғамбарым көзім тірі кезде ешқашан бас тартпайтын 3 нәрсені өсиет етті. Ай сайын 3 күн ораза ұстау, дұға намазын оқу және үтір намазын оқымай ұйықтамау деген. Бұл 2 хадисте дұға намазын үнемі тастамай орындап тұрудың артықшылығын көрсетеді. Тәубе етушілердің намазы. Әбу Хурайра жеткізген басқа хадисте, дұға намазын тәубе етушіден басқа ешкім үнемі орындамайды. Шын мәнінде бұл тәубе етушілердің намазы. Дұға намазын оқушы қажылықпен умраның сауабын алады. Әнас ибн Мәлик жеткізеді, таң намазын жамағатпен оқып, содан кейін орында қалып, күн шыққанша Алланы еске алып, кейін 2 ракағат намаз оқыса, оған толық қажылықпен умраның сауабы жазылады. Хадис ғалымдары мұндағы 2 ракағат намаз, дұға намазы деп санаған. Дұға намазының ерекшеліктері мен дұға намазын оқыған адамға берілетін сауаптарды бір қайталап өтсек. Таңертең дұға намазын оқушы кешке дейінгі қиындықтардан құтылады. Сахабаларға өсиет етілген намаз. Дұға намазы әр буынның садақасын алмастырады. Сүйікті достың мұрасы. Тәубе етушілердің намазы. Дұға намазын оқушы қажылықпен умраның сауабын алады. Алла тағала жасаған құлшылықтарыңызды қабыл етіп, амал, ниеттеріңізге мол сауаптан жазсын. Аман сау болыңыздар.